Жеті лақ ертегісі. Жаздың шуақты бір күнінде ана ешкі жеті лақмен алаңсыз далада ойнап жүрді. Кенеттен анасы: балаларым, мен орманға барып тамақ алып келейін, есікті бөтен адамдарға ашпаңдар, әсіресе қасқырдан сақ болыңдар, дейді. Балалар: жарайды анашым, біздер тентек болмай тыныш отырамыз, деп ана ешкі орманға аттанады. Лақтар есікті жауып алып, асырсап бейбелеп ойнап жүргенде есікті тарсылдатып қасқыр қағып: осы жақта дәмді лақтар бар еді, аналарың келді, ашыңдар есікті, дегенде лақтар жан жаққа тығылып қорқып кетіп: жоқ, біздің анамыздың даусы жіңішке, сіздің даусыңыз өте жуан, дейді. Bir мезгілде қасқыр даусын жіңішке қылып: балаларым, аша қойыңдар, аналарың келді, деп даусын жіңішкертеді. Сол уақытта лақтар: жоқ, біздің анамыздың аяғы аппақ, сіздің аяғыңыз қорқынышты, дегенде қасқыр аяғына ұн сеуіп алып: міне, менің де аяғым аппақ, дейді. Тапа бас салып ішке жүгіреді. Сол кезде лақтар бірі стол астына, бірі сағаттың ішіне тығылып қалады. Қасқыр әрі қарап, бері қарап үйдің ішін ақтарып қарайды да лақтарды жемей кейін қарай шығып кетеді. Қасқыр кеткенге лақтар қатты қуанады. Ана ешкі орманнан оралады. Балаларының аман екенін көріп қатты қуанады. Лақтар: анашым, біз қатты қорқып кеттік, енді біз ешқашан ешкімге есік ашпаймыз, деп құшақтасады. Мен: балаларым, енді сендерге сабақ болды, бұдан былай ешкімге есік ашпау керектігін түсінетін боласыңдар, деп кеш батып үйдің шамы жағылып, балалар аналарымен стол үстіне жайғасады.